Арадан 5 жылда өте шықты. Ұстазы Жүсіпті өзіне шақырды. Жүсіп, сен осы уақытқа дейін көрген ең озат шәкіртімсің. Бірнеше айдан кейін ілім айдынынан қанат қаққалы отырсын. Үйленетін шағыңда келді. Біздің бір ағамыздың қызы бар еді. Құран курсында ұстаз. Сол қызды саған лайық деп білдік. Бұған не дерсің? Жүсіп аяулымнан басқаны қиялына да алып көрген емес еді. Бірақ аяулым бұны күтсін бе? Бәлкім баяғыда тұрмыс құрып кеткен болар. Жүсіптің ұстаздарына деген жібектей жұмсақ көңілі сөзін жерге тастатқызуға жол бермейді. Сіз не десеңіз, солай болсын ұстазым. Ата-анама бір ескертейін, деді Жүсіп. Ата-анасы бұған разылықтарын танытып, барлығы қыздың қолын сұрауға барды. Бір жағы Жүсіптің жүрегі қан жылауда еді. Үйленетін қызды сүйе алмаса, оның хақын жүктеген болады ғой. Осыны ойлап, ішін ит тырнағандай болды. Сөз салысып, танысып біліскеннен кейін кезек қыздың кофе ұсыну кәдесіне келді. Бөлмеге айдай нұрын төгіп бір сұлу кірді. Жүсіптің аяулымды қиялдағаны сонша, келген қызды оның көзіне аяулым болып көрінді. Жоқ, аяулым болып көрінген жоқ. Бұл аяулымның нақ өзі еді. Мұнай сәйкестікті көрмейсің бе? Я Раббым, деді Жүсіп. Демек, аяулым мектепті бітіріп, ұстаз болған екен ғой. Жүсіп өз-өзін әрең ұстап, бір орында байыз табар емес. Өзіне ұсынылған кофені аларда қолы дірілдеп, кофені табақтан көтере беріп еді, астынан тілдей бір қағаз көрінді. Аяулымның жүзіне қарады. Аяулым да жүзін көтерместен басымен ал дегендей ишарат қылды. Қағазды уысына қысып, кофесін бітіре салып, тысқа шығып келуге рұқсат сұрады. Бөлмеден шығар-шықпас уысындағы қағазды ашты. Мектепте кітаптарының арасынан шығатын қағаздағы жазудан аумайтын жазумен жазылған бір хадис. Бір-бірін сүйгендер үшін некеден асқан жақсы нәрсе жоқ. Жүсіп қайран қалды. Таңданысында шек жоқ еді. Барлық жазудың иесі аяулым болып шықты. Жүсіп аңғарып қоймасын деп ылғи араб тілі сабағында және мұғалімнің жазуына ұқсатып жазып келген екен. Жүсіп хадисті тағы бір оқыды. Бір-бірін сүйгендер. Демек, аяулым да оны сүйген екен. Міне қаншама жылдан бері қауышудың уақыты енді ғана келген екен. Қызға сырға салынғаннан кейін тойдың да күні келіп жетті. Қарапайым ғана той өтті. Той біткен соң Жүсіптің қобалжуы тіпті артты. Қобалжығаннан бір жерде тұра алмады. Қолын қалтасына бір салып, бір алып тұрғанда, қолы қалтасындағы тағы бір қағазға ілікті. Тағы да бір хадис. Үйленіңдер, көбейіңдер. Аяулымның бұл тосын сыйлары Жүсіпті өзіне одан сайын байлай түсті. Ғашықтығы барған сайын арта түсті. Отау тігілді, шаңырақ көтерілді. Жүсіп үйдің әр жерінен өзіне арналған аят пен хадистерді табуды жалғастыра бастады. Аяулым отбасылық өмірге қатысты әйелдің күйеуі, күйеуімнің әйелі алдындағы міндеттерін жайлы ата-ана қақысы жайындағы аяттар мен хадистерге әр жерге, әр бұрышқа жазып қоя берді. Және бұл жазғандарының барлығы бастарына туған жағдайға тура келетін. 3 айдан кейін Жүсіп шәкірттерін оқытып, медреседен үйіне келді. Сырт киімін шешіп, киім ілгішке іле бергені сол еді, тағы да бір қағазға көзі түсті. Сәбидің иісі, жаннаттың иісі. Бұл әке боласыз деген сүйінші еді. Уа Раббым деп қуаныштан айқайлап жіберді. Аяулым өзгелер секілді бала көтердім деп ескертудің орнына бұл жақсы хабарды да
бұрынғы әдетінше хадиспен сүйіншіледі. Бұл хабардан қуанышы қойнына сыймай, дереу сүйіктісінің жанына жүгіріп барып, маңдайынан өпті. Сүйіктісі енді баласының анасы болмақ. Бір ай өткен соң, ұйқыдан көзін ашқан Жүсіп жастығынан тағы бір жазу тапты. Хадис еді. Ләззаттарды жоятын, ауыздың дәмін бұзатын, үміттерді үзетін өлімді жиі еске алыңдар. Не үшін жазды екен бұны аяулым? Жүсіпті дүние сүйіспеншілігіне батты деп ойладым екен. Ас үйден таңғы ас әзірлеп жатқан сүйіктісінің жанына барды. Жазудың себебін сұрады. Басын төмен салбыратқан аяулымның көңілінде қаяу көрді. Бүгін түсімде сенің о дүниеге аттанғаныңды көрдім. Сол үшін хадисті жазғым келді. Алаңдама, саған кеш қол жеткіздім. Сондықтан сені ерте тастап кетпеймін, деді Жүсіп. Бұл сөзін әйелінің жұбанышы үшін айтқан еді. Әйтпесе, аяулымның бұл тұсы төбесінен мұздай су төгіп жібергендей, өне бойын шымырлатып жіберген еді. Тек сөзін әзілге айналдырып, мұнысын сездірмеді. Бір апта өткен соң, аяулым Құран курсында еді. Жүсіп болса үйде кітап оқып отырып, бір кезде жүрегіне шаншу қадалды. Тынысы тарылып, жүрек талмасы ұстады. Оқып отырған кітабының арасындағы қағазды қолына алуға тырысты. Ақыры бірнеше минуттан кейін бұл дүниемен қош айтысып жүріп кете берді. Аяулым үйге кіріп, Жүсіптің өлі денесін көре, есінен танды. Есін жиып, егіле жылап, жарының жанына барды. Сүйіктісіне қол тигізе алар емес, өлді дегенге сенгісі жоқ. Сол кезде қолындағы қағазына көзі түсті. Хадис пен оның астында бір жазу бар еді. Балаларға жақсы ат қою әкенің міндеті. Ұлым туса Жүсіп, қызым туса Фатима қой есімін. Жүсіп өлімге қатысты хадисті оқығаннан кейін ажал жақындағанын іштей сезіп, осы хадисті жазып, кітабының арасына дайындап салып қойған екен. Аяулым үшін енді Жүсіп жоқ енді. Жүсіптен айырылғаннан кейін аяулымның ата-анасы қанша төркініне алып кетеміз десе де, атасы мен енесінің жанында айырылмады. Себебі Жүсіп олардың жалғыз ғана ұлдары еді. Аяулым кетіп қалса, қайғы үстіне қайғы жамылып, жылағанға жұдырық болар еді. Оның үстіне аяулымның бойында немерелері бар еді. 6 ай өткен соң Жүсіптің ұлы дүние есігін ашты. Тура Жүсіптен сүйкімді еді. Атасы немересін құшағына алды. Құлағына азанын шақырды. Сөйтті де көзі жасқа толып, булыққан үнмен ақырын ғана «Қош келдің, ұлым, қош келдің, немерем, қош келдің, менің Жүсібім» деп әкеден аманат болған есімін берді.